Футбол бұл өмір. Ал 13-ші сектор арнасы футбол ақпараттарын жеткізуші арна. Бүгін 13-ші сектордан көретіндеріңіз. Франция ұлттық құрамасы Евро 2024-ті ұтып алады ма? Ал Хави Эрнандес бір маусым үзілістен кейін АПЛ-ға бармақшы. Осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда. Достар, арнамызға жазылып қоңыраушаны басып қойыңыздар. Біз сіздер үшін жиі футбол ақпараттарын шығаратын арнамыз. Ал енді біз бастаймыз, кеттік. Хвича Кварацхелия Наполида қалғысы келеді деген ақпараттар шығып жатыр, бірақ та Хвича Кварацхелияға қызығып жатқандар да жоқ емес. Агенті айтқан болатын, бізге қызығып жатқандар көп, бірақ біз солардың бір ұсынысын қабылдайтын шығармыз деген сияқты Наполиді қорқытып қойған болатын. Хвича Кварацхелияның агентінің әрекеті жүзеге асқан сияқты. Қазір қорыққандарынан Наполи жаңа келісімшарт ұсынып жатыр Хвича Кварацхелияға десек те болады. Хвича Кварацхелияның қазіргі Наполидан алатын жалақысы жылына 1,5 миллион евро ғана. Бұл қазіргі футболмен өлшейтін болсақ өте аз деп айта аламыз. Ал енді сол 1,5 миллион евросын қазіргі таңда жаңа келісім шартта 5 миллион евроға дейін өсіруге дайын, және де 5 миллион евролық келісім шарт беруге дайын екен Наполи клубы. Енді Наполида тағы да бір жұлдыз бар, өздеріңіз білесіздер, ол Виктор Осимхен. Виктор Осимхен бірақ та Наполида қалмайтын тәрізді. Виктор Осимхенді Парис Сен-Жермен өздерінің қатарларына қосқысы келіп жатыр, және де іс жүзінде, қағаз жүзінде жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жақын арада Виктор Осимхен Парис Сен-Жерменнің ойыншысы атануы әбден мүмкін. Барселона өздерінің жаңадан келген жас талантына сенім артар емес, Витор Рокені сатуға дайын, және де Витор Роке серия А-ға кетуі мүмкін. Италияға осы жазғы трансферлік терезеде ол Витор Рокеге қызығып отырған клуб бар қазіргі таңда, ол Ювентус клубы. Ювентус клубы мен Барселонаның арасында қазір келіссөздер жүріп жатыр, және де Барселонаға Ювентус 30 миллион евро берген жағдайда Барселона сатуға дайын. Нақты Витор Рокеге кеткен ақшаны шығарып алса болған. Ал Ювентустан Мойзе Кин кетеді, соның орнына керемет тамаша ауысым деп санайды екен Ювентус клубы. Витор Рокені қатарларына қосуға дайын, және де келіссөздер басталды. Эрик Тен Хаг Манчестер Юнайтедте қалатын болды, өздеріңіз білесіздер, және де трансферлерге дайындалып жатыр. Ал Эрик Тен Хаг болса айтқанынан қайтпайды, өзі баптаған, өзі жұмыс жасаған бұрынғы ойыншыларын қайтарғысы келеді. Эрик Тен Хагтың осы жазғы трансферлік терезеде негізгі алғысы келетін ойыншысы ол Френки де Йонг. Де Йонгқа әлі қызығушылық танытып жатыр. Ал енді Де Йонгқа қазір Барсаның жаңа бапкері Ханс Флик та сенім артады, оны сатқысы келмейді. Бірақ та бәрібір де ұсыныс жасап көретін болады Манчестер Юнайтед клубы Эрик Тен Хагтың сұранысы үшін. Және де Эрик Тен Хаг осы жазғы трансферлік терезеде Бавариядан Матиас де Лихтті алғысы келеді. Баварияда сынып қала беретін ойыншыны Бавария өздерінде сақтап қалмайтын да шығар. Жақсы ұсыныс түсетін болса сатуы керек. Ал де Лихтті қайтадан мықты ойыншыға қалай айналдыру керек екен Эрик Тен Хаг біледі. Тен Хаг осында екі трансфер жасағысы келеді. Екеуі де бұрын жұмыс жасаған, екеуімен де Аякста. Сондықтан да өз ойыншыларын қайтадан өзінің командасын, өзінің бандасын құрғысы келеді. Френки де Йонгты білмеймін енді, бірақ та Матиас де Лихтті қатарына қосуы мүмкін. Себебі бәрібір де осы маусымда тегін кеткен Рафаэль Варанның орнына орталық қорғаушы керек. Ал достар, енді Евро 2024 жалғасып жатқанын, басталғанын білесіздер. Бүгінде тамаша қызықты ойындары бар. Румыния ұлттық құрамасы Украинамен кездесетін болады. Румыния мығым жақсы командалардың бірі, бірақ та бұл жерде фаворит Украина болып саналады. Украина бұл ойында 1,5 голдан көп гол салатын шығар. Украина шабуылдарды жасайды, және де Украинада әлемдік деңгейдегі мықты ойыншылар көбейіп келе жатқан жайы бар. Сондықтан да бұл ойында Украина жеңіске жетеді деген ойдамыз. Одан бөлек Франция Австрия ойнайтын болады. Франция енді қазіргі фавориттардың бірі. Кешегі Англияның ойынына қарайтын болсақ, Франциямен теңестіріп тастауға қиын әрине. Бірақ та осы жердегі фавориттар Германия, Испания, Португалия, Англия, Франция болып табылатын шығар. Бірақ осы маусымды көп аналитиктар, сарапшылар осы турнирді Евро 2024-ті Франция алады деп санап отыр. Бүгін ойынын көретін боламыз, бақылайтын боламыз.
Хави Эрнандес Барселонамен коштасты, өздеріңіз білесіздер, және де бір маусым үзіліс аламын деген екен. Одан кейін АПЛда жұмыс жасағым келеді деген сұхбатты да берді. АПЛға баратын болсақ, қай клубқа баруы мүмкін деп ойланатын болсақ, әлбетте бірінші ойға келетіні ол Манчестер Сити клубы. Манчестер Сити Барселонаға стилі, тактикасы келеді, және де одан бөлек Пеп Гвардиола бір маусымнан кейін Манчестер Ситимен келісім шарты аяқталады, кетеді. Осының бәрі дәлме-дәл келіп тұр. Келесі маусымнан кейін Манчестер Ситиді Хави Эрнандес баптаса қалай? Бірақта бірден ондай мықты клубқа баруы қалай болады екен? Негізі Ла Лигада ортанқол клубтарды баптаса да болады. Одан бөлек АПЛда да ортанқол клубтар бар, мысалы Вест Хэм, Брайтон, Тоттенхэм деген сынды ортанқол клубтар көп, солардың бірін баптағаны дұрыс болатын шығар Хавиға. Бүгінге осы, назарларыңызға рахмет. 13-ші сектор арнасына жазылып қолдап жүруді ұмытпаңыздар.